Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бананды десерттің өте дәмді, өте оңай жолының рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге видеоның соңына дейін бірге болыңыздар. Бізге керегі сметана, қант, су, желатин, банан, шоколад. Ең алдымен суға желатинді салып араластырамыз. Енді осыны холодильникке 20 минутқа қойып қоямыз. Мінекей біздің желатиніміз қатты. Енді бұны водяной баняда ерітетін боламыз. Енді бізге сметана қажет. Сметана бізде 20% болу керек, одан төмен болмайды. Қант. Миксердің көмегімен араластырамыз. Енді еріген желатинімізді құятын боламыз. Бананды турағанша бұны қойып қоямыз. Енді оны ыдыстарға салып шығамыз. Мінекей салып шықтық. Енді осының үстіне құямыз. Енді осыны холодильникке тағы да 20 минутқа қойып қоямыз. Міне біздің десерт қатты. Енді бұның бетін әдемілейтін боламыз. Мен шоколадпен әрлейтін боламын. Мінекей біздің банановый десертіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге сөзсіз ұнайтынына сенімдімін. Менің каналыма жазылып, маған лайк басып, қолдау білдіріңіздер.